Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. Шыңғысханның әлем тарихындағы рөлі. Шыңғысхан туралы қысқаша мәліметтер. Шыңғысхан қият тайпасы Боржігін руынан шыққан. Шыңғысханның шын есімі Темучин. 1206 жылы Моңғол мемлекетін құрады. Анасы Бөрте Қоңырат тайпасы биінің қызы. Әкесі Есугей қият тайпасының Боржігін руының көсемі. Шыңғысханның ұлдары Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле. Шыңғысхан ұлы жасақ заңын құрастырушы, қазақ хандары Шыңғысхан әулетінен шыққан. Шыңғысханның жаулаушылық соғыстары. Шыңғысхан 1203-2004 жылы керейлерді, наймандарды, меркіттерді талқандайды. 1206 жылы Моңғолия жеріндегі моңғол тайпаларын біріктіреді. 1207-209 жылдары Енисей қырғыздары Сібір тайпаларын Ұйғыр мемлекеті мен таңғұттардың Иса мемлекетін бағындырады. 2011-1215 жылдардың аралығында солтүстік Қытайдағы Цзин мемлекетін жаулап алды. 1217 мен 18 жылдың аралығында Жошы Жетісуда күшілікті талқандап, моңғолдарға Жетісу және Қарақтай мемлекетінің шығыс бөлігі қосылады. 1219 мен 24 жылдың аралығында Қазақстан және Орта Азияны жаулап алады. Моңғолдардың қазақ жеріндегі алғашқы соғыс қимылдары 1216 жылы басталды. Бұл кезде Жошы Торғай даласында меркіттерді талқандау үшін келген болатын. Торғай даласында қыпшақтарға қарсы 60 мың әскермен жорыққа шыққан Мұхаммед Хорезмшахтың қолымен кездесіп қалады. 1218 жылы Отырарда Қайыр ханның бұйрығымен Шыңғысханның Орта Азияға барлау мақсатында жіберген 500 адамдық керуеншілерін тыңшылар деп өлтіріледі. Сол себепті Мұхаммед Хорезмшахтың Қайыр ханды кінәліні бер деген кезде Мұхаммед Хорезмшах Қайыр ханды қорғап кінәлілерді моңғолдарға беруден бас тартады. Шыңғысханның Орта Азияға шапқыншылық жасауының сылтауы осыдан басталады. 1219 жылы Қазақстан және Орта Азияға моңғолдардың жаулаушылық соғыстары бірнеше бағытта жүреді. Бірінші бағыты Шағатай мен Үгедей әскері Отырарды қоршауға алады, 5 айдан кейін ғана Отырарды алады. Екінші бағыты Жошы әскері, олар Сырдария бойындағы Сығанақ, Жент, Ашынас, Өскент қалаларын арал маңына бағындырады. 1222-23 жылдары Жебе мен Сүбедейдің әскерлері Кавказды, 23 жылы Калка өзенінің бойындағы шайқаста Қыпшақ Русь одағының 90 мыңдық әскерін 20 мың әскермен талқандайды. Үшінші бағытта бұл Шыңғысхан Төлемен бірге Бұхара, Самарқанд, Үргенішті басып алады. Сөйтіп, Қазақстан және Орта Азия жері 1224 жылы Хорезм мен Мавреннахрдағы жер Моңғолия империясының құрамына кіреді. Шыңғысхан империясының әкімшілік және әскери басқару жүйесіне келетін болсақ, бұл жерде Шыңғысханның яса заңы бар, ұлы жасақ заңы 1206 жылы қабылданып, 2018 жылы заңға біршама толықтыру енгізіліп, 1225 жылы бекітіледі. Яса заңы халықаралық құқық, мемлекеттік, әкімшілік құқық, қарулы күштер, әскер туралы заңдар, қылмыстық құқық, сауда құқығы, сот, заңды бекіту сияқты баптардан тұрады. Шыңғысхан 1206 жылы Моңғол мемлекетінің құрады, ол Моңғол мемлекетінің әміршісі болады. Мемлекетте Құрылтай үкімет билігінің жоғарғы органы жылына бір рет шақырады. Мемлекет аумағы 3 әскери аймақтан тұрады. Оң қанат Баруңғар, сол қанат Жоңғар, орталығы Кул деп аталынады. Аймақтар түмендерден, түмен мындықтардан, мындықтар жүздіктен, жүздік ондықтан тұрады. Шыңғысхан империясы территория жағынан әлемдегі ең үлкен империя. 1227 жылы Шыңғысхан қайтыс болған соң, оның мұрагерлері Үгедей хан, Мөңке хан, Құбылай хан, Құлағул хан, Батый хан жаулаушылық соғыстарын жалғастырады. Батый хан 1236 мен 42 жылдың аралығында Еділ өзенінен бастап Дунай өзеніне дейінгі жерлерді, Казань маңын, Еділ бұлғарларын, Мордвалар жерін, Ресей жерінде 12 князьдықты және Венгрия жерін жаулап алып, Алтын Орда мемлекетін құрады. Құбылай хан Қытайды жаулап алып, Юан мемлекетін құрады. Құлағул хан Иран мен Иракты басып алып, Бағдат халифатын жойып, Иран жерінде Илхан мемлекетін, яғни Құлағул мемлекетін құрады. Сонымен Моңғол империясының құрамына Қазақстан, Орта Азия, Қытай, Иран, Ирак, Кавказ жері кіреді. Шыңғысхан империясының территориясы Европаның 5-3 бөлігін, Азияның 5-4 бөлігін құрады.
Моңғол империясы 1206 мен 1260 жылдардың аралығында болды. Бұл мемлекеттің территориясы 4 ұлысқа бөлінді. Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы, Үгедей ұлысы, Төле ұлысы. 1269 жылы талас құрылтайынан кейін Шыңғысхан ұрпақтары жеке мемлекеттерге айналады. Жошы ұлысынан шыққан мемлекеттері олар Алтын Орда, Ақ Орда, Әбілхайыр хандығы, Қазақ хандығы. Алтын Орда ыдыраған кезде бірнеше хандықтарға бөлінеді. Олар Ноғай ордасы, Астрахань хандығы, Сібір хандығы. Шағатай ұлысы 1346 жылы шығыс пен батысқа бөлініп, шығыс бөлігінде Моғолстан мемлекеті құрылады. Шыңғысханның әлем тарихындағы рөлі: біріншіден, Евразиядағы ең ірі империяны құрған адам. Оның құрған империясы Тынық мұхиттан бастап шығыс Еуропаға дейін созылды. Екіншіден, көшпелі мемлекеттің басқарудың жаңа моделін енгізді. Ондық жүйедегі әскери әкімшілік құрылым құрды. Ясы, яғни ұлы жастар заңы әлемдік құқықтық тарихындағы маңызды құжат. Бұл құжат көптеген шығыс мемлекеттерінің құқықтық жүйесіне ықпал етті. Ұлы жібек жолы қайтадан жандандырылды. Қытай, Орта Азия, Таяу Шығыс, Еуропа арасында сауда артты. Тарихшылар бұл дәуірді Пакс Монголика, Монголия бейбітшілігі деп атайды. Мәдени, ғылыми, технологиялық алмасуды күшейтті. Қытайдың технологияларын қағаз, баспа, компас, парсы, араб ғылымын, үнді математикасын, Еуропаға дәрігерлік, инженерлік жаңалықтардың тарауына жағдай жасады. Бұл орта ғасырлық алғашқы жаһандану процесі болып табылады. Моңғолдың соғыс өнері мен тактикасы әлемге тарады. Қазақ халқының этногенезі мен мемлекеттілігінің негізін қалыптастырды. Қорытындылай кететін болсақ, Шыңғысхан әлем тарихындағы рөліне: бұл жерде әлемдегі ең үлкен империя негізін қалаушы, жаһандық сауда мен дипломатияны дамытушы, әскери тактиканың реформаторы, көптеген мемлекеттердің генезисіне әсер еткен тұлға, Евразия халықтарының этникалық және мәдени дамуына ықпал еткен қайраткер.